Пайғамбар алейхиссалам айтады, Алла субханала тағала ертең қиямет күнінде таразыны қояды. Мизан деген таразы бар, бауырлар. Сол мизан таразыда амал дәптерлеріміз қойылады. Құранда Алла айтады, сондай сүйіншіленген қауымдардың амал дәптерлері алдынан келгендер, оң жағынан келгендер қуанады дейді. Алла сақтасын, амал дәптері артынан келгендер, сол жағынан келгендерге қасірет болады дейді. Сол мизан таразыларға қойылады дейді. Ахл сола, намаз қандар бар ғой, намазына берік болған, құлшылыққа берік болған адамдардың мизанға қойылады, соған байланысты сауаптарын алады дейді. Садақа ахілдері келеді дейді. Садақа беріп жүрген қауымдар бар, жарысып, мен де берем Алла үшін деп. Солардың да амал дәптерлері садақа берілетін қауымдардың тізімінде кетеді оларда дейді. Үшінші деңгейде келеді дейді, қауымдар шақыртылады екен, басына бәле төнген адамдар шақырылады дейді. Яғни проблемасы бар адамдар. Бірақ Расул айтады, олардың амал дәптерлері мизанға қойылмайды дейді. Оларға Алла Тағала өзі еселеп сауабын бере салады дейді, өткізіп жібереді дейді. Өйткені олардың сауаптары мынау қиыншылыққа сабыр еткендері үшін дейді. Демек, қиыншылыққа сабыр ету, мына хадис бойынша қарайтын болсақ, намаздан да, садақадан да сауап көп болып тұр екен.